Ассаламағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Осы видеода мен сіздерге қалай түркшемен, түріктермен қалай танысуды үйрететін боламын. Түркшесі танышма дейді. Жарайды, кеттік. Merhaba деген сөз жалпы түркшеде ең көп қолданған сөздердің бірі. Сәлеметсіз деген мағынаға келеді, мысалы. Hello, hi деген. Және де ассаламағалейкум, сәлам деп айтсаңыздар да түсінеді. Мәрхаба дегенмен бірдей. Бірағында жалпы көп жағдайда мәрхаба деп қолданады негізі. Жарайды, кеттік. Мына жерде Олга мен Мәрия деген екеуінің сөйлескен сөзі бар екен, соны сіздерге бұйырып түсіндіріп айтатын боламын. Олга айтады екен, мәрхаба. Мәрия да мәрхаба дейді екен. Соны Олга айтады, benim adım Olga дейді екен. Sizin adınız ne дейді екен. Мына жерде менің атым Олга, сіздің атыңыз не дегендей. Мәрия айтады екен, benim adım Мәрия. Менің атым Мәрия дейді. Olga айтады екен, memnun oldum. Мына жерде memnun oldum деген сөз, негізі жарты сөз ғой. Sizinle tanıştığıma memnun oldum деген сөз. Бұл енді арт жағында алдындағы біраз сөзді кесіп тастаған ғой. Сізбен танысқаныма қуаныштымын деген сөз. Ал бұл жерде тек қана қуаныштымын деп қана айтқан, сөзді қысқартып жерген, бірақ мағынасы бір. Мәрия айтқан екен, ben de memnun oldum. Мен де қуаныштымын дейді. Nasılsınız дейді. Қалыңыз қалай деген сөз. How are you дегендей. Olga енді өз айтады екен де, teşekkür ederim, iyiyim дейді. Рахмет, жақсымын дейді. Siz nasılsınız дейді. Өзіңіз қалыңыз қалай дейді. Өзіңіз қалайсыз дейді. Мәрия айтады, ben de iyiyim дейді. Teşekkür ederim, мен де жақсымын, рахмет дейді. Olga сұрапты, нәрелісіңіз дейді. Нәрелісіңіз дейді. Қай елденсіз деген сөз ғой. Қай жерденсіз деген мағынаға келеді. Мәрия айтады, ben Bulgaristanlıyım. Bulgaristanlıyım дейді. Мен Bulgaristandықпын дейді. Ал siz nerelisiniz дейді. Ал siz қай жерден дейді. Olga айтады, ben Rus'um. Мына жерде Rus деген Русиялықтар ғой. Русиялық деппін ғой. Ресейліктерді. Олар түркшеде Rus дейді. Орыстарды олар Rus дейді. Мына жерде енді атау парқы бар қазақшада. Русым деген сөз. Жалпы бір түріктермен сөйлейтін сөз осындай ғане. Мәрхабадан бастайсыз, сөнеген атыңыз кім, қай елденсіз дегендей, қалыңыз қалай деп, ең негізгі сөздер осының ішінде бар. Енді бір түрікпен болсын, басқа бір адаммен сөйлесетін болсаңыздар, жалпы осыларды қолданатын боласыз. Жарайды, видеоның соңында мен сіздерге кішкене бір практик, негізі тапсырма десек те болады. Тапсырманы беріп қойдым. Осыны орындап келіңіздер, өздеріңізге де жақсы. Өздеріңізге болғанда бір машық болады енді. Бағанағы мынаны үйрене алдыңыз ба, үйрене алмадыңыз ба деген бір кішкене бір машық болсын. Сондықтан мына жерде біраз грамматиктар бар, оған енді қазір бас ауыртпай қойыңыздар, неге десе арт жақта Құдай қаласа үйретемін. Мысалы, адым деген грамматика, sizin деген, adınız деген осындай бір грамматикалықтар бар. Oldum деген осындай. İyiyim деген. Мысалы, нәрелісіңіз, Bulgaristanlıyım деген. Осындай
граммардарды Құдай қаласа арт жақта видео шығарып сіздерге ақырын жай-жаймен үйрететін боламын. Жарайды, видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.